Бәһәр келді міне, қыс өтті, бәһәрде һәммеде һәр қилы кеселіктердің қозатығын, күжейтігін, уақыты салды. Сол үшін біздер көп өзгерістер кіргізді, көп жаңалықлар кіргізіп жатырмыз. Һәм біздерде бұрыннан көп процедуралар бар. Мысалы айтып өтеміз, міне, отлы банкі деп жатырмыз, отлы банкыны білеміз. Бұда да аяқтың ұшынан баслап бастың ұшына дейін істейміз, һәм отлы банкі процедурасын қыламыз. Бұл союз дәуірінен кеткен банкалар. Одан кейін міне бамбук банкелер, бамбук. Бұл да қатты күшілі шығыс медицинасы бойынша істелінеді. Бұл да зор процедура. Одан кейін парафин терапия бар. Парафин терапияда союз дәуірлерінен бері келатырған бұл қатты күшілі. Грязный қилысы да бар, косметический қилысы да бар, парафиннің һәмме түрі бар. Бұда да аяқ ұшынан баслап басқа дейін массажлаймыз, һәм парафин терапия қоямыз. Ондан тысқары бізде игла терапия бар. Игланың да әр қилы түрлері бар. Яғни сізге қандай размерде керек міне ине. Үлкен размерде де заказной Китайдан алдырып қойыппыз. Кейін һәмме түрлері бар. Һәммесі оригиналный, һәм Қытайдың өзінен доставкамен алдыртамыз. Одан тысқары біздерде міне айтып жатырмыз, міне әр түрлі таслардың жәрдемінде, қыздырушы таслардың жәрдемінде істенеді. Бұл лимфодренажный массажға арналған бұл тасларымыз. Бұлар да қызады, денедегі аяз, һәммесін бұл алады. Демек, әрбір айта береміз, әрбір кеселіктің келіп шығу тарихы негізі аяз. Аяз һәм күтінбегеліктен. Ондан тысқары біздер міне айтамыз, массаждың һәмме түрі көп, яғни айтып тауса алмаймыз, неше түрлі массажларымыз бар, міне прайсыз қылып қойыппыз. Классик массаж бұл һәмме жерде бар, аяқтың ұшынан бастап шаштың ұшына дейін. Лимфодренажный массажымыз бар. Лимфодренажный массажым айттық, әр қилы инструментлердің жәрдемінде, ағаш инструментлердің жәрдемінде, қыздырушы таслардың жәрдемінде істенетін. Ондай физиотерапияларымыз бар. Ода да аяқ ұшынан баслап әрбір процедурада біздерде 1 сағат массаж істелінеді. Аяқтың ұшынан баслап шаштың ұшына дейін. Һәм де осы процедураның бәрі қойылып, вакуумный массажымыз бар. Бұл вакуумный аппаратлардың жәрдемінде істелінеді. Шведский массажымыз бар, русский массажымыз бар, индийский массажымыз бар. Екі қыз, яғни 4 қолдың жәрдемінде сізге 1 сағат істелінеді. Ұлыма басқаша массаж. Тайский массаж бар. Тайский массажда көп адамның сана сезімі басқа қарауышылар кетеді ғой, бізде ондай емес. Тайский массаж дегеніміз бұл процедурасын істеп көрсетеміз. Вообще супер. Ондан тысқары эльф массажларымыз бар. Оны профессиональный қызлар істейді. Лимфодренажный массажды айттық. Массаж миотный массажымыз бар. Бұны да ескі дәуірден бері білеміз. Кейін ароматерапия массажымыз бар. Денесіне мысалы қаттылықты жаман көретін инсанлар болады, соған нежный қылып істелінеді. Һәм ароматерапия майды қыздырып, жылы халда һәм ароматный майлардың жәрдемінде істелінеді. Бұл ұлыма нерв стresсларды жақсылаушы массаж.